Гүлбанудың таңертеңгілік сағат 7-лерде оянатын әдеті. Сілетеп шаршапты. Кешегі ішкен ащы суда басын ауыртып тұр. Түнгі төсек шайқасынан да болдырып қалған ба қалай. Қасындағы жігіті ұйқыны соғып жатыр. Үйдің ішінен ащы термен арақ иісі мүңкіп тұр. Жомарт, тұр деймін, тұр, жұмысыңнан қаласың, деп оята бастады. Жата тұрайыншы. Бір қырынан аунап түскен Жомарт қайтадан қорылға басты. Тұр деймін, қайда жатқаныңды білесің бе? Жомарт сығырайып көзін ашты. Ой, Гүлбану, кешір, мен үйде жатырмын ба деп ойладым. Сен екенсің ғой, келші. Ол Гүлбануды өзінен қарай тағы да тарта түсті. Жомарт, болды, зауқым соқпай, тұр. Кешке келейін бе? Келме. Сілем қатты ғой. Қой, бүгін Қасымхан келеді. Мен ше? Сонда маған ағаң екеуіңнің қасыңа қосарлана алып шаппақшысың ба? Қой айналайын, сенімен мауығып жүргенімді ана ағаң біліп қалса екеумізді де оңдырмайды. Ол неге? Күнде келеді. Мен енді 3 күн бойы ағаңмен боламын. Енді 3 күн бойы келмейсің, деді Гүлбану. Сенің көңіліңнен шығамын деп, айына 3 күн 2 рет соғатын жігітіммен айырылыса алмаймын. 3 күннен соң 5000 теңге ақша кел. Ішімдегі сенің 4,5 айлық балаңды алдырам деп түнде айттым емес пе? Ұмытпаған шығарсың. Сол ақшаны таппасаң келмей-ақ қой. 5000? Қазір менде ондай ақша жоқ. Айлық алғанда енді алып кеп бермесем, айлық алмағанымызға 2 айдан асты. Еркек емессің бе? Тап, төсектің түбін түсіріп, біреудің жесірін 2 қабат қылуды білесің. Ал аборт жасатуға келгенде ақша жоқ деп аузыңды қу шөппен сүртесің. Маған үйленіп, сол баланы асырайтын болсаң, туайын. Аясайш, сен қатын адамды аямайды екенсің. Бала шағам бар, сені әйелім алдырма. Алдырмаса ақша тауып бер. Дүңгіршектің ақшасына сен де біраз ортақтассың. Ақшамды бүгін алам, ертең алам деп мені ермекке 2 апта болды айналдырып жүргеніңе. Алдағаның жетер енді айналайын. Көреміз. Жомарт күмілжіді. Көрмейсің, табасың. Сен үшін 5 айдан бері Қасымханның көзіне шөп салып жүрмін. Маған оңай дейсің бе? Гүлбану қысыға жылап жіберді. Маған ылғи осындай қалтасында көк түйін жоқ, өң жалаң аяқтар кездеседі. Әсірлі тұзым жеңілау деймін. Жыламашы, Гүля, бірдеңесі болар. Болар емес, болдыр, бар. Бүгіжіктеген Жомарт шығып кетті. Өзіне өзі сенімсіз сияқты. Оны әйелдің әкіс көңілі де сезіп қалғандай. Мен сенбеймін бойыма демекші, сол сүмелектің 5000 теңге шығарып қалтасынан алып келері сөзсіз өтірік деген ой санасында жалт ете қалған Гүлбану, оның күн сайын өзінің дүңгішегінен түскен табысына ортақтасып, масыл болып жүргенін көзіне елестетіп, өзіме де обал жоқ адам, түк адам таңдауды білмеймін, деп орнынан тұрып кетті. Келесі бөлмеге тәтті ұйқы соғып жатқан қызына келіп, оның төбесінен қарады. Нүрила, тұр деп, түкіріктеп оятты да. Шайыңды іште, дүңгішекке бар. Менің асыл апаңа барып ақылдасатын шаруам бар, деді. Нүрила оқуды биыл ғана бітірейін деп жүрген бойжеткен. Өзі үріп ауызға салғандай бота көздері мөлдірейді де тұрады. Өз өмірі быт-шыт болып өтіп жатқан Гүлбану осы қызын аман есен құтты орнына қондырып аналық парызынан құтылсам деп ойлайды. Өмір өзіне келеткен жоқ. Анасы да өмірдің жетімдік тауқыметін тартып өсті. Гүлбану жасынан жеңіл жүріске салынды. Оң жақта отырып босанып қалып, жесір шешесінің бетіне өшпестей таңба салды. Ақыры ауылдан қашып, осы құмғаланы сығалады. Дүкендерде сатушы болып қызмет атқарды. Сөйтіп нан тауып жеп жүргенде өзі онша түсіне бермейтін аласапыран заман басталып кетті. Енді ойласа, үстінде үйі де жоқ екен, кім көрінгеннің есігінен телміріп, шықпа жаным, шықпа деп жүр екен. Еркек кіндіктілер көмектесе ме деп дәмеленетін. Сонымен бойдағы жігіттермен де жақындасып көрді. Олар көбіне тұрақсыз болып келеді екен. 10-15 күн ойнап күлетте, қағынған жерінен құландай безіп кетеді. Әйел барлармен де жақындасып көрді. Олардың көмек көрсетіп тұратыны да бар екен. Бірақ әйел біліп қалғанша, әйел біліп қалса болды, қайырылмай кете барады. Осылайша махаббаттың көзсіз көбелегіне айналып жүргенде, 2 еркектен тағы да 2 перзент, 2 қыз дүниеге келді. Көңілшек Гүлбану олардың әкелерінде ұстай алмады.
кенже қызы Айнұрын сенен болды деп Құмкөл кенішіне жұмыс істейтін Қасымханға желімдей жабысып, содан айырылмай келеді. Қасымхан болса 4 жылдан бері үй алып берем деп алдырасумен уақыт өткізіп жүр. Өзінің мінезі де қатал, оған оны-мұны әңгімені айта беруге бата алмайды. Қасымхан 2-3 рет Гүлбанудың қақаң-соқаңын байқап қалып, содан оңбай таяққа жығылған. Менің өмірімді итке берсін дейді, күйініп кеткен кездері. Бірақ күйінгенде нені қирата қойсын. Оңашада көз жасын сығып алады да 5 күн тірліктің темір қамытына қайта жегіліп кете береді. Қазіргі уайымы ішіндегі 4,5 айлық шарана, жатса тұрса соны ойлайтын, сол шаранадан тезірек құтылудың жолы. Гүлбану бір танысын салып, сәске түсте Асылдың үйінің есігін қаққан. Үйінде ешкім жоқ екен. Есікті қағып кетті. Осы қатын қаңғитта жүреді екен, деді күбірлеп. Шаруа тапсырайын десең, бұл да таптырмай қояды. Түске таяу дүңгіршектегі қызын алмастырып, саудаға өзі кірісті. Кешкілік келеме деп үміттенген Қасымхан да келмеді. Жұмыс аяғы біте жиналып, арақ ішуді әдетке айналдырған базардың алқаш қатындары дүңгіршегіне жиналған. Солармен бірге өсекті соғып отырып, біраз сілетіп қалыпты. Қасымхан ертеңіне түнде бірақ келді. Өзі удаймас, келе тиісті. Шай үстінде мүлдем басымен алысып кетті. Сені Жомарт деген жас жігітпен махаббат құрып жүр деп естідім. Рас па? Деді. Екі көзі қаңтарда шабатын бураның көзіндей шытынап. Оны саған кім айтты? Гүлбану қорықса да сыр бермегенсіп қарсы сауалды еді. Кім айтқанын не қыласың? Бетіне түкірейін деп едім сол өсекшінің. Сонда менің көзіме шөп салғаныңды мойындағың келмейді ғой. Шөп салғаным жоқ. Онда нан ұстапан суш. Сонда сен сенесің бе? Ең әлі ұстап көрсейші. Гүлбанудың арқары жүзінен қып-қызыл алау жүгіріп өткендей аптыға басылып толығып барады. Қаншық, нан ұстауға батылың бармай, не істеріңді білмей отырсың ба? Деді. Екі жұдырығы түйіліп, өз көзін ашып жұмып, көрпеше үстінде малдасын құрып теңселіп отырған Қасымхан. Адалсың ба, арамысың ба? Көрейік. Адалмын деп айтып едім мен саған. Не, адал емеспін деп айттым ба? Ішінен Құдайым өзін кешіре көр деп жалбарынған Гүлбану дастарханнан бір кесім нан алып қолына ұстатты, маңдайына тигізіп қайтадан орнына қойды. Енді сенесің бе? Қайдам, бір қатынның мекерлігі 40 есекке жүк болар деген. Сен өйтіп жалтарма, мені жүреттеп өсектеген кім? Соны айтшы. Саған әңгіме керек пе? Неге ешектей бересің? Қасымхан Гүлбанудың иығынан жұдырығымен түйіп жіберді. Тік отырған әйел тастай қол түйген бойда оң жағына ошарыла құлады. Сен бара-бара өлтіретін шығарсың мені. Айна 2-3 күн келесіңде өзімді сабап, миымды аштасың. Еркек болсаң, мына балаларыңа қарап, өзің бір бұдан былай үйге бол, не болмаса басымды босат, деп тістене сөйледі Гүлбану. Саған бостандық керек пе? Мә бостандық. Қасымхан әйелдің үстіне жүрелей мініп алды. Оның ашуға беріле бастағанын сезген Гүлбану түлкі мінезге көшті. Қойшы Қасымхан, ойнап айтқанды да білмейсің бе? Мен сені қатты сағындым. Келші, махаббатым менің. Сен қатынға дауа жоқ шығар. Қасымхан денесін созып жатқан әйелдің жанына жантайып, кішкене дем алып алайын, оятарсың, деп көп кешікпей қорылға басып, тәтті ұйқыға құшағына енді. Гүлбану келесі бөлмеде ұйықтап жатқан қыздарын көріп, дастарханды жинап, төсек салуға кірісті. Өзінің Жомартпен жүретінін кім айтқанын қанша ойласа да таба алмай басы қатты. Сол күнгі әйелдердің бәрі дұшпан деп ойлады. Олардың көз алдына ойша елестеткен Гүлбану. Соларды да құрбы деп өңшең оңбағандар. Мені Қасымханнан айырғанда не ұшпаққа шығам деп ойлайды екен. Көпке дейін көзілмеді. Қасындағы адам сүйер қылығы жоқ, осы бір тарпаң мінезді жігітке кіріптар болғанына күйінді. Іштей жесірлік осындай итжырлығыңмен өртеніп ойлап, көңілі босап жатып, ұйықтап кетіпті. Бүйірінен нұқыған қол оятып жіберді. Залым қатын, су әкел, шөлде бөліп барам, деді гүрілдеген дауыс. Су әкелді. Суды ішіп алған Қасымхан. Шешін, деп бұйырды. Екеуі де шешінді. Қасымхан еркектік парызын өтеуге кірісті. Өтеп болысымен. Бұл сенімен болған соңғы төсек шайқасы. Бұдан кейін мені көрмейтін боласың,
деді Қасымхан. Сондайда әзіл бола ма? Деді манаурап рахаттана денесі буғып жатқан Гүлбану. Бұл менің әзілім емес, шыным. Сенің көзіме шөп сала тұрып, соны мойындамай нан ұстағаныңнан қорқайын дедім. Сонда маған сенбейсің бе? Сенбеймін. Есі дұрыс адам жәлепке сенер болас. Жәлеп? Мен бе жәлеп? Сен. Оны немен дәлелдейсің? Куәм бар. Көрші үйдің Тастай деген баласы осы үйге әлгі Жомарт деген ойнасын қай күні қонып кеткеніне дейін айтып береді. Гүлбану үндемей қалды. Не десін? Тастай ол кішкене бала емес пе? Балалы үйде ұрлық жатпас деп ойлады. Бірақ тағы да жауап қайтарғысы келгендей. Беттестіріп бетіңе түкіртпей-ақ қояйын. Мен кетемін. Ол бала менің үстімнен түсіп пе? Деді даусы қымығып шыққан Гүлбану. Енді сенің үстіңнен түсу қалып еді. Сол махаббатыңмен бола бер. Мен адаспай тұрғанда өз жолымды табайын. Сен мені тастап кете алмайсың. Неге? Арамызда Айнұрымыз бар емес пе? Баламның әкесі екеніңді ұмытпа. Міндетің сол ма? Міндет қылайын, қылмайын, бірақ сен қызыңа көмектесуің керек. Сол қыздың менен болғанына сенем бе? Онда көмектесемін, сенбесем көмектеспеймін. Қыз сенен, оны мен білмеймін, шешесі сен білесің. Сенен деп айтып тұрған жоқпын ба? Малы что ли, айтып тұрмын. Сені білемін. Көзің бақырайып алып, көрінген жылы сөйлеген еркектің астына жата кетесің. Кетші. Кетемін, қорықпа. Саған кіндігім жабысып қалған жоқ. Сен кетсең, мен қалай күн көремін, соны ойладың ба? Оны сен ойлауың керек еді. Көрінгенмен қылжақтасып, менің көзіме шөп салмай тұрып. Менің ішімде сенің 4,5 айлық балаң бар. Кете алмайсың. Оны маған несін айтып тұрсың? Онана Жомарт деген махаббатың айт. Сенің өтірігіңе мен сенбеймін. Бірінші бала кімнің баласы? Сенің атаңның басы. Ол қырықсыздықтың құрауынан болған бала, білесің бе? Сен мені түсінбейсің. Гүлбану жылап жіберді. Сені байым бар деп малданып жүрген жоқпын ба? Мен ақымақ. Малдансаң, қаншығы иттей көрінгенмен ұйыққанша астына ие болмайсың ба? Егер мен алсаң, ие болмай қайда барамын? Пах, шіркін. Енді 3 ойнастан 3 бала тапқан тойымсыз қатынды алу қалып еді. Алмасаң, аборт жасатуға ақша бер. Ақша? 10.000 теңге. Жасата бер. Саған 10.000 теңгені Жомарт тауып береді. Бергенді білесің, оның ақысын талап ете біл. Мен кеттім. Осылай кете бересің бе? Деді бода-бода шығып жылап отырған Гүлбану. Сонда 5 жыл бойы босқа жүргенбіз бе? 5 жыл жүрдік деп айтпа. 5 жыл бойы көзіңе шөп салып көрінгенге төсек болдым деп айт. Имансыз екенсің, Қасымхан. Сенен өткен имансыз емес мынау. Сау бол. Қасымхан үйден шығып кетті. Гүлбану көз жасына көміліп қала берді. Өзінің мән мағынасыз өтіп жатқан өміріне налды. Бұлайынша өтірік десең, өтірік емес. Ал Гүлбанудың көркі бар. Іскер десең, іскер. Бірақ еркектен жол болмай-ақ қойды. Көрінген еркек қолжаулық қылуға құмар. Соны ойлағанда одан сайын елігіп, өзін өзі тоқтата алмай еңіреді. Көрші бөлмеде анасының қыстыға жылап жатқан үнін естіген Нүрила шыдай алмады. Орнынан тұрып келді де анасының мойнынан құшақтап: «Мама, не болды саған?» деп бойжеткен қыз қоса жылады. Қызын бауырына тартты. Қой, жыламайым, мына өмір мені шаршатты, қайтейін енді. Пешенеме осы бір жесірлік тауық метін тартып өту жазылған шығар. Тартамын да тек сендер бақытты болыңдар. Мама, мен де бақыттысымын. Нүрила жылауын қояма десе, одан сайын үнете түсті. Жақсы жарым ырыс деп, әй не болды соншама? Бақытсызы несі ойбай, айтпа ондайды. Басың жас, көрер қызың алда. Мен Нүриланың тілі көрмелді. Қос қолмен шешесіне тақалып қыстыға түсті. Гүлбану аңырады. Қызының іші шіріп тұр. Өзіне өзі сенбегендей қызының ішін ұстап көрді. Шошып кетті. Үстінен біреу мұздай су лақ еткізіп құйып жібергендей. «Әй, сен сау емес шығарсың ойбай!» деп бақырды. «Мынау не? Сенде Құдай ұрытты ғой. Біреуде маям, екеу болды қаям ба?» деді. «Құдайым-ай, мен не жазым осыншама азапты бейнетті арқалайтындай?» Гүлбану қос қолымен ауа қарматты. Қызының әбден білініп қалған ішін қос қолымен қайта ұстады.
Енді не істерін білмей, өлтірдің-ау, мені қайтейін, іштен шыққан шұбар жылан сен шығарсың, сен енді кімге керексің, мына баланы кім жасады, ти соған, құры. Ол әскерге кетті. Мамау, әскерге. Онда неге нәпсіңе болмадың, қуғаншық-ау, қуғаншық, нәпсіден өлдің бе сорлау, сорладың ғой, сормаңдай-ау, енді сен кімге керексің, кім алады, кім? Нұрилада үн жоқ, тек жылай берді. Гүлбану одан сайын шаптықты. Бетім-ау, елдің бетіне қалай қараймын, қара бет қылдың ғой мені, қаншық-ау, одан да сенің жас кезіңде өліп қалғаның жақсы еді ғой, көрінген қу шешесі қырдың түлкісі еді, қызы сырдың түлкісі болып деп артып ашып, елдің бәрі күлетін болды-ау, қайтейін, ту сыртымнан пышақ салдың, рахмет. Мама олай демеші, мені қара басты, бір жолға кешірші мама. Болары болып бояу сіңген соң кешірдің не, кешірмедің не, енді бәрібір ғой жетесіз. Ішінен шермейді алып, тағы да бір кешірші дейді ғой алмай деп қызын ұра бастады. Үндемей жүріп, қарамының ерекекшілігін қаншық әлден жәлеп болсаң жетісерсің. Мама, ұрса бермеші, мен кінәлімін, не істеймін айтшы. Ішіңдегі бәлеңе не шайлық? Білмеймін. Қарабасты мені, мама, қарабасты. Ой, қарабасқыр, сені маған қорған болама десем, білдірмей келіп шағатын сұр жыланның өзі болдың ғой, сайқал неме. Не болдың? Мама, ұрса бермеңізші. Өйтіп, ұрса берсеңіз, асылып өлемін. Тәйт, асылып өлген несі? Ендігі жетпегені сол еді. Қызын кеудесінен итеріп жіберді. Екінші әрі ондай сөз естімейтін болайын. Аналы балалы екеуі қосыла шер тарқатып, мауқын басқанша жылап сықтады. Күнделікті тапқаны тамағына жетпей, ебіл-дебілі шығып жүрген Гүлбану қызының екі қабат болғанын білген бойда Құдайдың тас төбесінен қос қолдап ұрғанын бірақ білді. Қасымхан болса анау тастады да кетті. Көзіме шөп салдың деп, ол бұл түгілі туған қызына да қайырылмай өтті. Жомарты жұмыссыз жүрген қу, бұтын бұлағаннан басқа не тындырар белгісіз. Гүлбану жылап еңіреп, өзімен сырлас әрі мұңдас асыл құрбысына келді. Асылау, біз елдің бетіне қарай алмайтын қара бет болып қалдық. Не істерімді білмей, тығырыққа тіреліп жүрмін, деп екі көзіне ерік берді. Немене, тағы да екі қабат болып сорлап қалдың ба қатын? Бұдан бұрын да Гүлбануға екі аборт жасатуға көмектескен Асыл оның бұл келісін ұнатпаған сыңаймен қарсы сауал қойды. Мені қойшы, екі қабат болып аборт жасатуға үйренгенмін. Анау қызды айтсайшы, қуғаншық беріп қойыпты. Нұрила ма? Не дейді? Сен қайда қарап жүрсің? Асыл шошып кетті. Өзің кінәлісің, көрінген еркекпен жата кететін шешесін көрген қыз қайда барады? Бетім-ау, қай бетіңді жыртайын? Не ектің, соны ұрдың. Енді сен де мені табаласайшы. Құрбым еді, сыныптасым еді деп сырымды айтсам, тіпті өзімді мынаны қарашы, кінәлаған, күстаналағаны несі? Шындықты айтқанда тағалағың тарс айырылды ма? Дос жылатып айтар, дұшпан күлдіріп айтар дегенді ұмыттың ба? Дос болғасын жаным ашып айтып отырмын. Сен қатынның проблемаң мені мына жерге дейін тойдырған. Асыл бас бармағымен алақанын сызды. Бірдеңе болса жылап-сықтап маған келесің, соңында шұбырып жүрген басы маймақтарың осындайда көмектеспей ме? Осы күндегі еркектерде сенім бар ма? Келдік кетті. Өз отыма өзім өртеніп жүрген жоқпын ба? Енді не істеймін? Саған ақыл береме деп келіп отырмын. Ақыл беретін мені бір данышпан дейсің бе? Өзімізде басшыларымыз ауысып, басымыз қатып жүр. Сені қойшы, сен елге белгілі бек-биге қатынсың. Көп болса тағы бір бала туарсың. Ана қызыңды айтсаңшы, келешегі не болады? Аборт жасатқызамын. Содан кейін тумай қалса өкінбейсің бе? Тумаса тумай шөксін. Олай деме, біреулердің бір балаға зар болып жүргенін ұмытпа. Керек жоқ, аборт жасатамын. Оған қаншақша кетеді? Ақшаң бар ма? Әр бай сыйлаған алтын жүзіктерім мен сырғаларын сатамын. Жетпесе, жұрттан қарыз аламын. Енді не істеймін? Өзің ақыл қосшы. Алтының көп шығар, байсың ғой. Кекетпеші қатын. Сен дәрігерлермен сөйлесіп қой. Жүгімізден құтылайық, әйтпесе туып қалып масқара болармыз. Нағыз мұңсыз екенсің. Саған дауа жоқ. Сен айнымаған бүкір сияқтысың. Бүкірді күрт сүйт деген сөз бар емес пе?
Мейлің бүкір қыл, сүкір қыл, сенің ақ айтқаның болсын, мені құтқаратын сен. Гүлбану бұдан бұрында 2 рет аборт жасатып берген құрбысына еркелегендей, менен құтылам деп ойлама. Онда ақшаңды дайында, соңғы рет көмектесейін, айтпат деме. Болды, келістім. Гүлбану Асылды құшағына тартты. Асыл бойын тартты. Кетшей қатын, байларыңды құшақтарсың. Гүлбану ертеңіне зыр жүгірді. Алтын сырғалары мен жүзіктерін сатты. Олары бас аяғы 8.000 теңге ақша болды. Ішінен күйініп дүниедегі еркектерді қарғап сілеп жүріп шауып Асылға келді. 8.000 теңгені көрсетті. Ең әуелі ана қызды құтқарайық деді құрбысына. Мен шыдай тұрармын. Біреу еді маям, екеу болды қаям деуші едің ғой сен қатын. Өз басыңа келді. Қызыңды да бұзып тындың. Әсілі сені ұрып өлтіру керек. Өлтірсең, сенің қолыңнан ешкім қақпайды. Айтарыңды айтып қал. Ертең қызыңды маған ертіп кел. Мына 8.000 тағы да 2.000 теңге қосып қызыңнан беріп жібер. Іші білініп, моп-момақан күйге түскен Нүриланы ерткен Асыл ертеңіне гинеколог дәрігердің қабылдауына кірді. Дәрігер адамға қасын керіп қарайтын орта жастағы кербез мінезді кісі екен. Келіңіз, тағы да аяғы ауырлағанды ертіп келдіңіз бе? Деді. Жергілікті салық бөлімінде қызмет істейтін Асылды бұрыннан танитын алға тартып. Біз қызметіңізге әзірміз. Асыл бүгін құрбысының аяғы ауырлап қалған қызын ертіп келгенін, оның жігіті әскерге кеткен, баланы алдыру керегін айтып түсіндірді. Дәрігер басын шайқады. Кірсін ішке. Біреулер сол балаға жете алмай зар илеп жүр, ал біреулер баладан қашады. Бір кем дүние деген осы да. Дәрігер тағы да қасын керді. Атың кім? Нүрила. Мына жерге отыр. Еркектерді жақсы көретін болдың ғой, солай ма? Өріп ауызға салғандай әдеміше келген қыз бейкүнә қалыпқа еңірей түр танытып дәрігерге момақан сый қарады да ұзын кірпіктерін төмен түсірді. Үндемейсің. Өзіңше періштесің ау шамасы. Жасың нешеде? 18-де. Ішіңдегі неше айлық? Білмеймін. Білмей қалатындарың жаман. Еркекпен жатқанды білесіңдер. Дәрігер қыздың төсіндегі қос анарының астын ала қол жүгіртіп өтті де, ішіңдегі бала 7 айлық қой, деді шошып кеткендей. Айналайын, оған аборт жасай алмаймын. Қыз төмен қарап, ұзын кірпіктерін чыпылықтатты. Үндемейсің, бұл баланың тууға тура келеді. Солай ұйғардым. Дәрігер орнынан тұрып кетті. Мені қылмысқа итермелегің келіп отырма? Деп тағы да жауап айтты. Қанша? 10.000 теңге. Сен бара бер, деді дәрігер қызға ақшаны қалтасына салып жатып. Іші шермеген қыз үн-түнсіз сыртқа шығып кетті. Адамды үстіп қинайсыңдар ау, деді. Тек өзің келгесін ғана көмектесемін. Дәрігер қасын керді. Қызды УЗИға түсіріп анықтамал. 7 айлық баланы алдыруға болмайды. Ол үшін тері аурулары ауруханасынан қыздың мерез немесе спирт ауруынан ауыратындығы туралы анықтама келесің. Сол анықтамаға орай біз амалсыздан аборт жасаған боламыз. Тері аурулары емханасынан анықтама бере қоям екен, деді Асыл дәрігерге жалынышты жүзбен қарап. Ақшаң болса анықтама болады. Ол үшін 5.000 теңге ақша керек. Сонда Мырзағұл деген дәрігер бар. Соған мені жіберді деп айтып ақшаңды алақанына салсаң болды. Дәрігерден шыққан Асыл монтиған қызды УЗИге апарып түсірді. Олар баланың 7 айлық екенін анықтап берді. Тәжірибелі дәрігер білген екен, деп ойлады Асыл. Жүр енді, тері аурулары емханасына барамыз. Өзің періште сияқты монтия қалыпсың ғой, деді. Қызды басынан аяғына дейін ашулы жүзбен шолып өтіп. Әлден тірлігің адам өлтіру болса, қайда, кейін қайда барарыңды. Асылға бұл сөз айтқанымен ауыр тиді. Қыз бірдеңе деп күңк етті, күлді. Оны құлағы естіп қалған Асыл: аузың жап күнәһар. Сен өзің күнәға батып қоймай, менің де күнәға ортақтастырып жүргеніңді білесің бе? Деп Нүриланы оқты көзімен ата қарағанда қыздың дымы өшкендей үнсіз сызылып қалды. Баладан садаға кеткір. Сен де ана шешеңде бала қадірін білсең, мұрныңды кесіп берейін. Астыңа ие болмайсың ба? Қара мұны, тәмбиіп алып. Нүрила мүләйімсіп еріп келеді. Көзіне өзімен жақындасқан балалар елестеді. Олар 5 болатын. Мұны олар кезек-кезек көретін. Нүриланың 2 қабат болғанын білген олар: біз айтсаң енді өлтіреміз деп, сол кеште қатты қорқытып 5 кезек-кезек үстіне мінген еді. 5-дің қоқан лоқысынан қорыққан қыз іштей танып үлгерген болатын.
Сен Қарабет, ең болмаса баланың әкесін де айтпайсың, өзі бар адам ба жоқ адам ба деп зіркілдеген Асылға бота көздерін төңкере қараған Нұрила. Ол өліп қалған деп күңк ете қалды. Онда неге әскерге кетті деп басымызды қатырып жүрсің? Айта салғам, жетіскен екесің. Ең болмаса анау етегі елпі жеңіл селпі болып жүрген шешір шешеңді неге аямайсың? Құлағы шыңылдап кеткен Нұрила мен дуана жеп, мен зем болған адамдай, үн қатпағандай, әлби басып, Асыл апасына ілесе берді. Асыл Гүлбануға тағы да 10 мың теңге керек екенін айтқанда жынданып кете жаздады. Немене, ылғи әкелері ақшадан өлген бе олардың? Ондай ақшаны қайдан табамын? Мен сатпасаң жоқ қой, жоқ болса көрінгенге төсек болмай қысып жүрмейсіңдер ме? Тері аурулары ауруханасынан мына қыздың СПИД деп ауырды деген анықтама алу үшін 5 мың, өтірік анықтамамен қыздың баласын түсіретін акушеркаға 5 мың, сонымен 10 мың теңге керек екен. Қызыңның ішіндегі 7 айлық баласы бар, аборт жасатуға келмейді, туғызып түсік тастатады. Нестейін ойбай, нестейін, өлтірдің ау сен қанжық. Ашуға мінген Гүлбану іші шермейіп моп-момақан болып отырған қызын теуіп жіберді. Нұрила қос қолымен басын құшақтап құлады. Оларды әрең дегенде Асыл ажыратты. Болды, боларыс болды, бояуы сыңды. Енді ұрдың ба, ұрмадың ба бәрібір. Қызыңа оған дейін дие болмайсың ба, сайқал қатын? Аптығыңды бас. Басқанда не істейін, өлейін бенді? Бұдан да өлгенім жақсы еді. Өлсең, 3 қызыңды кім асырайды? Сен ше? Иә, керек ет маған сен сияқты астынан қағынғандар. Гүлбану өз бетін өзі шымшылады. Құрбым деп жүрген сен маған мынадай сөз айтсаң басқалар не демейді? Енді не істейсің? Ақылым жетпей отыр. 5 мың теңге әкелетін жомарт та аялдап кетті. Дүңгіршектен түсетін азын-аулақ ақша ішіп жемнен артылмайды. Еркекке сенгенше екі босағанға сенгенді ұмыттың ба? Еркек көрсем есім шығатын, мен де қайбір ақыл бар деп отырсың. Одан да өзіңде 10 мың теңге табуға көмектес. Мен қайбір жетісіп жүр дейсің. Асылау, маған жасаған жақсылығың менен қайтар, менен қайтпаса Құдайдан қатар. Көмектес көкетайым. Гүлбану жалынып жіберді. Қайтейін, көп болса тағы біреуін туармын. Аборт менің нетеңім. Мына қаршадай баланы құтқарсаңшы. Мақұл. Сен қатынды тағы да бір рет құтқарайын. Бірақ сенен ештеңе қайтпайды. Өп-өтірік, жыламай-ақ қой, деді де мінез жұмсақ Асыл Гүлбануды аяп кеткенін жасыра алмады. Рахмет, менің сенен басқа сенетін кімім бар? Еркек болсаң көңіліңнен шығар едім. Қайтейін, кетші қатын. Еркек болсам, мен сендей қатынмен жатпақ түгілі сөйлеспес едім. Еркек болмағаныңа шүкір, онда астыңнан шыға алмай қалармын. Асыл ертеңіне моп-момақан болып сыланып болған Нұриланы әйелдер босанатын үйге орналастырып қайтты. Дәрігерге 7 айлық баласын алдырған қыз ауруханада 3 күн жатып үйіне оралды. Өзі саланып, бұраңсыған да тарыла түсіпті. Тағдырдың тәлкегіне мойнын сұнған Гүлбану олай-бұлай зыр жүгіріп, ақша іздестіре таба алмай, ақыр босануға бел буды. Арада бір апта өткенде Асылдың үйіне бұрын көрші тұрған құрбысы Рая келді. Екеуі шай ішіп, әңгімелесіп отырғанда, әйелдер босанатын үйде медбике болып жұмыс істейтін Рая Асылға бір әңгіме айтты. Асыл, білесің бе, мен бір апта бұрыннан бері жүйкем жұқарып жүрмін деп мұңын шақты. Не болды соншама? Жүйкең мықты еді ғой. Көзімді жұмсам болды, өз қанына өзі шашалып жылап жатқан қызылшақа сәби елестейді. Білесің бе, өткен аптада бір жап-жас қыз 7 айлық баласын алдырған. Мен сол күні жұмыста едім. Әлгі сәбидің жылаған үнін естісең, жынды болып кете жаздайсың. Акушеркалардан не болды деп сұрасам, шешесі жап-жас қыз екен. Оның үстіне жұқпалы ауру жұқтырған көрінеді. Бала өлу керек дейді. Шыдамадым, барып көрдім. Әлгі байғұс жолдасымен қан жынның ішінде темір табақшада тырбаңдап, өз қанына өз тұншығып, кешке дейін шыңғырып жатып өлді. Оның обалы жібермей оларды. Асыл самсоз күйде ек көз бадырайып отырып қалды. Не болды саған? Менің әңгімемнен шошып кеттің бе? Оның обалы жібермейді дейсің бе сен? Иә. Ол баланың шешесі менің сыныптас құрбымның қызы еді. Жас неме кім көрінгенмен әуейлеп 2 қабат болып қалыпты. Оның әлгі 7 айлық баласын алдыруға мен көмектесіп едім. Кешке дейін шыңғырып жылап жатты дедің бе?
Оның даусын естісең, төбе шашың тік тұрады. Адам баласына соншама қатыгездік жасауға бола ма? Бұл бір қатыгездер жайлаған заман болды. Құдай ақырын берсін. Обал болған екен. Оған мен кінәлімін. Шешесі жылап сықтап келген соң, қайтейін, аядым ғой аядым. Жасаған Алла өзің кешір. Оның не асылау, бір періштенің обалына қалдың ғой. Өзіңді неге аямадың? Сен бір перзентке залыр болып жүрген жоқсың ба? Соны неге ойламадың? Асылдың иегі кемсең деп кетті. Мен кінәлімін. Өз қанына тұншығып, кешке дейін жылап жатты дейсің бе? Не істедім мен, не істедім? Құдай мені неге аямады? Адам өлтіруші қанішерлерге көмектеспін-ау, қайдан білейін? Саған неге айта қойдым екен? Сабыр етші. Раят жалына бастады. Қойшы енді. Ол баланың қаны жібермейді дейсің бе? Асыл талықсып құлап бара жатты. Арада 2 ай өткенде Нүрила ерленіп кетті. Баяғы Раяның баласының қаны жібермейді деген рас болды ма? Әйтеуір Нүрила сол бойы 1 жылға жетер-жетпес уақытта бала үстінен қайтыс болып кетті. Асыл болса, түнде өз қанына өз тұншығып шыңғырып жатқан баланы көретін, шошымалы науқасқа ұшырады. Әсілі адам қаны жібермейді деген рас ау.